Сәлем достар, менің есім Қайырбек, мен химия пәні мұғалімімін. Бүгін біз сіздермен азот және оның құрылысын қарастырамыз. Азот бізде 7-ші реттік нөмірі бар элемент, яғни оның протон саны 7-ге тең. N деген символмен жазылады. 7 протон бар, массасы 14. Бейтарап нейтралды атомда бізде 7 электрон болады. Сондықтан оның конфигурациясы 1s2, 2s2, 2p3. Бұл конфигурациядан біз азоттың 2 энергетикалық деңгейден тұратын білеміз, және соңғы энергетикалық деңгейінде 5 электрон бар екен білеміз. Сонымен қатар графикалық формуланы жазатын болсақ, S және P. S-та бізде 2 электрон жұптасқан, P-да 3 үй ашық 3 орбиталь бар, әрқайсысы дара электроннан иемденеді. Сонда сыртқы қабатында азотта 5 электрон, оның 2-і жұптасқан, 3 электрон дара. Демек, азот атомы басқа бір атомдармен байланыс түзген кезде ол 3 осы дара электрондармен ковалентті байланыс түзе алады. Осыны біз есте сақтауымыз қажет. Жалпы табиғатта азот 2 атомда молекула ретінде кездеседі, N2. Ол атмосферада өте кең тараған, атмосфераның 78%-ын азот құрайды. Одан басқа атмосферада біз оттектің бар екенін білеміз, 21%. Алайда азоттың маңызы атмосферада өте жоғары. Яғни азоттың қасиеті атмосферада болатын процестерге тежегіш ретінде рөлі зор. Не себепті азот тежегіш, яғни инертті. Инертті дегеніміз химиялық реакцияларға бәсең түседі. Оған себеп осы D атом, 2 атомды молекуласын сызатын болсақ, құрылысын. 1 атом азот, онда 5 электрон бар, оның 3-еуін дара қылып көрсетемін. 1, 2, 3 және 2-еуін жұптастырып. Екінші атомды дәл сондай, азот, 3-еуі дара, 2-еуі жұптасқан. Осы жерде октет заңын орындау үшін әрбір азот атомы сыртқы қабатында 8 электронның болуын қалайды. Бірінші азот атомын алатын болсақ, оның сырт қабатында дәл қазір 5 электрон бар. Яғни 8 электронға 3 электрон жетпейді. 3 электронын көршілес азотпен бөлісе алады. Яғни екеуі бір-бірінің 3 дара электронымен бөлісіп, олар ковалентті байланыс түзеді. Нәтижесінде, яғни мына жерде және мына жерде байланыс түзеді. Оны былай көрсететін болсақ, 3-еуі біркелкі орналасады. Екінші азоттың атомында 3 электрон біркелкі, жұптасқан электрондар қарама-қарсы, атомның қарама-қарсы бөлігінде орналасады. Нәтижесінде осылайынан бізде ұзын тізбекті қосылыс түзіледі. Осы жердегі әрбір азоттың 3 электроны ковалентті полюссіз байланыс түзеді. Орбитальдерін сызатын болсақ, осы жерде, яғни біз азоттың жалпы 5 электроны, 2-еуі жұптас бос жұп электрон, 3-еуі ковалентті мында байланыс түзіп жатыр, полюссіз, және ол көршілес азоттың атомының электрондарымен бөлісіп жатыр. Сонда жалпы бізде әрбір азотқа 8 электрон тиесілі болады. Осы 3 еселік байланыстың байланыс энергиясы мың килоджоуль бөлінген мольге тең. Яғни өте мықты байланыстардың бірі. Біз басқада дара немесе қос байланыстарды алатын болсақ, олардың энергиясы әлде қайда төмен. 200 килоджоуль болуы мүмкін, 400 килоджоуль. Алайда азот молекуласындағы 3 еселік байланыс бізде 1000 килоджоуль бөлінген моль
энергия қажет етеді деген бөлу үшін. Сондықтан табиғатта атмосферадағы азот молекуласын ыдырату өте қиынға түседі. Табиғи жағдайда ол тек қана бір жағдайда орын алады. Найзағай жарқылдаған кезде өте жоғары энергия бөлінеді. Соның нәтижесінде атмосферадағы азот, атмосферадағы оттекпен реакцияға түсіп, бізде азот моноксидін түзеді. Бұған әрине өте жоғары энергия керек, найзағайдың жарқылы ретінде. Немесе өте жоғары температура, шамамен 3000 градус Цельсий бойынша, одан да жоғары температура қажет. Нәтижесінде азот моноксиді түзіледі. Азот моноксиді атмосферадағы оттекпен әрі қарай реакцияға түсіп, азот диоксидін түзеді. Реакцияны теңестіретін болсақ, мұнда 2, мұнда 2 қойсақ болады. Бұл реакция белсендірек жүреді, себебі бұнда бізде үш еселік байланыс жоқ. Түзілген азот диоксиді ауадағы сумен және оттекпен әрекеттесіп, атмосферадағы қышқылға айналады. Яғни азот диоксиді су плюс оттек азот қышқылына айналады. Реакцияны теңестіретін болсақ, мұнда 2-де 1 қойсақ, мұнда 2 қойсақ, 6, біреу, сутек біреу, азот 2, мұнда 2 қойсақ. 4, 5, 6, мұнда 6 теңесті. Яғни осы реакцияның нәтижесінде бізде азот қышқылы түзіледі. Ол азот қышқылы атмосферадағы су буымен, жаңбырмен топыраққа қарай сіңіп, ол топыраққа қажетті өте азотқа бай нитрат иондарын бөледі. Яғни азот қышқылы суда еріген кезде ол нитрат ионын ыдыратады. Осы нитрат ионы өсімдіктерге қоректік компонент болып табылады. Себебі тірі организмдердің құрамында біздің білуімізше әсіресе белок ақуыздың болуынан 3%-ға дейін азот болады екен. Жануарлар және өсімдіктерде. Сол азотты біз неғұрлым осы табиғаттан, яғни өсімдіктерден, тамақтан алады екенбіз. Ал өсімдіктер оны қайдан алады? Атмосферадан ала алмайды, себебі атмосферадағы азоттың 3 еселік 1000 килоджоуль энергия бөле алмайды өсімдіктер. Оларға нитрат ионы ғана енген кезде топыраққа сол нитрат ионнан азотты бөліп алады екен. Және басқа да жолдар бар өсімдіктердің азотпен тыңаятын, ол бактериялардың көмегімен. Бактериялар осы азот молекуласын бөліп бере алады. Алайда ол процесс өте баяу жүреді және өте көп уақыт қажет. Сондықтан өте тез өсімдіктің өсу үшін және жылда жақсы құнарлы жеміс берілу үшін біз топырақты жасанды түрде қоректендіріп отыруымыз керек тыңайтқыштармен, яғни осындай нитрат сияқты. Сонымен азот бізде атмосферада диатомды молекула ретінде кездеседі. Ол өте инертті қосылыс, яғни реакцияға өте түсу қиын. Реакцияға түсу үшін оған 3000 градустан астам температура қажет. Немесе найзағайдың жарқылы. Қарапайым табиғи жолмен тек қана осы әдіспен алуға болады. Жасанды жолмен азоттың алу әдістері бар. Оны келесі тақырыптарда қарастырамыз. Бүгін осы құрылысымен ғана шектелеміз. Осымен тақырыбымыз аяқталды. Сұрақтарыңыз болса видеоның астына жазыңыздар, мен міндетті түрде жауап беремін. Сау болыңыздар.